Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі бейне сабақ музыканың қарапайым теориясы пәні бойынша 01-08-000 музыкалық білім беру мамандығына ұсынылады. Лектор Куздыбаева Сауле Әбдіжамил қызы. Лад жүйесі тақырыбына саяхат. Бір жүйеге түскен дыбыстық ара қатынастар мен өзара үйлесімділікті не деп атайды? Дұрыс айтасыздар, лад деп атайды. Диатоникалық ладтың тұрақты басқыштары бірінші, үшінші, бесінші келсемін. Диатоникалық ладтың тұрақсыз басқыштары әрине 2, 4, 6, 7. Бір дауысты әуенде үшінші және бесінші басқыштар қай басқышқа тартылады? Әрине бірінші басқышқа тартылады. Тұрақсыз дыбыстардың тұрақтыларға бейімделу ол шешілім деп атайды. Соңғы сұрақ. Ладтың түрлері. Әрине 2 түрі бар, мажор және минор. Бүгінгі сабағымыз осы ладтың түрлеріне мажорлық лад туралы. Мажорлық лад деп немесе жай ғана мажор, тұрақты дыбыстары үлкен мажорлық 3 дыбыстылық құратын 7 басқышты бар ладты айтамыз. Мажордың бірнеше ұғымы бар. Демек, латынша, итальянша үлкен деген мағынаны білдірсе, французша қатты деген мағынаны білдіреді екен. Ладтың басқыштарының атаулары. Кез келген ладтың басқыштары берілген атауларында сақталады. Демек, бірінші басқыш тоника, мажорда үлкен әріппен белгіленеді. Демек, латынша тіл Т дыбысымен, Т әріпімен белгіленеді. Екінші басқыш төменгі кіріспе тон, үшінші басқыш медианты, төртінші басқыш субдоминанты, латын тілінде С әріппен белгіленеді. Бесінші басқыш доминанты, латын тілінде Д әріпімен белгіленеді. Алтыншы басқыш субмедианты, жетінші басқыш жоғарғы кіріспе тон. Осы бірінші және төртінші, бесінші басқыштар гамманың немесе тональдіктің негізгі аккордтары болып саналады. Сондықтан бұларда жеке белгіленген әріптер бар. Бұл аккордтар туралы біз алдымыздағы сабақтарда зерттейміз. Мажорлық лад буындық және әріптік атауларында келеді. Буындық атауда мажор, демек до мажор, соль мажор, тағы да басқа фа мажор деп аталынады. Әріптік атауда мажор дур деп аталады. Және өздеріңіз білесіздер, дыбыстарда да әріптік атаулары болатынды бізде С дур, G дур. Мажорлық гамманың құрылымы. Гамма деп октава ішіндегі басқыш бойымен биіктікке жоғарылаушы, не төмендеуші әуендік қозғалысты айтамыз. До мажор гаммасын зерттейтін болсақ, мажорлық гамманың құрылымы, демек жалпы мажорлық гамманың құрылымы тон, тон, жарты тон, 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 жарты тон. Клавиатурада мынандай суретте болады. До, ре, бір тон, ре, ми, бір тон, ми, фа, жарты тон, өйткені қара басқыш арасында жоқ. Фа, соль, бір тон, соль, ля, бір тон, ля, си, бір тон, си, до, жарты тон.
келесі до реға, келесі октаваға көшетін болсақ, тура осы схема бойынша жүреді. Демек, қара басқышы, екі дыбыстың арасында қара басқыш орналасқан жағдайда дыбыс бір тонды құрайды екен. Екі дыбыс ақ клавиштердің арасында қара клавиш болмаған жағдайда жарты тон құрайды. Өздеріңіз білесіздер, жарты тон келесі дыбыстардың арасында. Мажор түрлері үш түрге бөлінеді. Мажор, табиғи жай мажор, бұл гаммада бұл түрде өзгеріс жоқ. Демек, дыбыстардың барлығы сатымен қолданылады. Келесі түрі гармониялық мажор, 6-шы басқыш жарты тонға төмендейді екен, бару және қайту жолында. 6-шы басқыш бізде бұл гаммада, до мажор гаммасында ля болып келеді, сондықтан біз жарты тонға төмендейтін болсақ, ол ля бемоль болып айтылады және ойналады. Төмен қарай бағытта да ля бемоль дыбысы сақталынады. Әуендік мажор төменге қарай қозғалысында 6-7-ші басқыш жарты тонға төмендейді екен. Барарда гамма таза табиғи жай мажормен орындалады. Қайтарда 7-ші, 6-шы басқыш төмендейді. Демек, гармониялық мажорда бағана біз байқағандай ля дыбысы 6-шы басқыш болды. Әуендік мажорда си бемоль басқышы қосылады. Демек, жарты тон төмендеу белгісі бізде си бемоль дыбысын береді. Үйге тапсырма. Рим саны мен гаммадағы тұрақты басқыштарды жазып көрсету. Демек, тұрақты басқыштар біз білеміз 1-ші, 3-ші, 5-ші. Сол басқыштарды тұрақты гаммадағы тұрақты басқыштарға жазып көрсету керек. Екінші тапсырма. Рим саны мен гаммадағы тұрақсыз басқыштарды бояп жазып көрсету. Демек, тұрақсыз басқыштар 2, 4, 6, 7. Сол басқыштарды бояймыз. Демек, сол басқыштарға кіретін дыбыстарды бояймыз және дыбыстардың астына рим санын қойып шығамыз. Келесі тапсырма. Мажорлық гаммада жетіспейтін тұрақты, тұрақсыз және кіріспе басқыштарын көрсету. Тұрақты басқыштар 1, 3, 5. Мына жаттығуда 1-ші, 3-ші, 5-ші басқыштар рим санымен жазылған. Сол қатарға гамманың дыбыстарын жазу керек. Және тұрақсыз басқыштар 2, 4, 6, 7. Сол гамманың басқыштарын анықтап дыбыстарын жазу керек. Кіріспе басқыштар бізде өздеріңіз білесіздер 2 және 7. Сол гаммадағы 2-ші, 7-ші басқыштарды көрсетіп жазу керек. Бұл кезенде гаммаларыңыз 1-ші тапсырмаға қарасаңыздар, фа диезі бар гамма соль мажор, си бемоль бар гамма фа мажор екен. Осы гаммаларға сәйкес, басқыштарға сәйкес дыбыстарды орналастыру керек. Келесі тапсырмасы тониканы кіріспе басқыштармен қоршап, олардың шешілімдерін дұға арқылы көрсету. Демек, фа мажорда 1-ші басқыш фа, оның кіріспе дыбыстары 7-ші және
екінші басқыш. Фа мажорда тоникасы фа болатын болса, оның төменгі кіріспе тоны болады соль, жоғарғы кіріспе тоны болады қайда біз? Дұрыс айтасыздар, ми. Осы гаммаларға сәйкес тоникасын анықтап, және оның кіріспе дыбыстарын шешілімінің көрсету керек. Соңғы тапсырма, әртүрлі гаммада тұрақсыз басқыштарды бояп, көрсетілген басқыштарды жазыңыз. Скрипка кілтін жазуды ұмытып кетпеңіздер, міндетті түрде болу керек. Және кілттік белгілер қосылу керек. Алдындағы тапсырмада кілттік белгілер болатынды, сол кілттік белгілерді гаммаларға сәйкес қойып, гаммалардың, дыбыстардың атауларын жазып, тұрақты басқыштарды бояп көрсету керек. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.